Қайырлы күн қыздар. Бүгін осындай этно қалташа той табақ тігіп үйренетін боламыз. Ең алдымен бізде матамыздың ворсын тексеріп аламыз. Ворс бізде міндетті түрде төменге қарап тұру керек. Және де осылай ені 25, ұзындығы 22 сантиметр етіп матамызды қиып аламыз. Содан кейін 25 сантиметр алған жерді төменге қарай қайырып, ол жер бізде 5,5 сантиметр болады где-то. Сол жерден тігіс жүргізетін боламыз. Закрепка береміз басына міндетті түрде. Осылай тігіп шығамыз. Енді бау өткізетін жерді 1,5 немесе 2 сантиметр қалдырып, екінші тігіс жүргізетін боламыз. Закрепка басына аяғына міндетті түрде береміз. Артық жіптерді қиып тастап, екеуін қосып, басын біріктіріп тігіп шығамыз. Ең басында осы жерге закрепка береміз. Және бау өткізетін жерге дейін ғана тігіп, закрепка беріп, оның үстінен өтіп кетеміз да, астына тағы закрепка беріп, толық тігіп шығамыз. Қақ ортасынан осылай ашып, тесік қалады осы жерден, бау бізде өтетін жер. Тігісті ортаға түсіреміз да, астын тігіп шығамыз. Екі шетін осылай тігеміз, үш бұрыш болып тұрмас үшін. Және қиып тастаймыз осы жерлерді, артық жіптердің барлығын қиып тастаймыз. Мінекей осылай болып шығады. Бауменде 44-45 сантиметр. Осылай арасынан өткізіп шығамыз. Баудың да размерге қарай бөлінеді екен. 5-3 деп, менікі 3 деген. 3 миллиметр болу керек. Жіңішкесін алдым. Мінекей. Осындай фурнитуралармен қалауыңызша сәндеп аласыздар. Қыздар, маған жазылып, тіркеліп, қолдап отырыңыздар. Алдағы уақытта көп пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Мінекей қалташамыз дайын болды.